Баршаңызға қайырлы күн. Бар жоғы 2 дана ғана жұмыртқа мен айраннан 23 дана құймақ дайындаймыз. Құймақтарымыз жұқа, аударған кезде жыртылмайтын, әрі дәмді болып шығады. Сонымен қатар осындай үлкен тесіктермен ажурный болып піседі. Толық құрамын қазір экраннан көре аласыздар, және де описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Таза ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды шағып аламыз. Үстіне жарты шай қасық тұз және 3 ас қасық қантымызды саламыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Үстіне 500 мл айранымызды қосып, тағы да бір араластырып аламыз. Мен қолдан ұйытылған айран қосқандықтан, бұл айран қоюырақ болады. Егер дүкеннің айранын қоссаңыздар, қайнаған суды 250 мл етіп қосасыздар. Жарты шай қасық пищевая сода қосып араластырамыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып алғаннан кейін, үстіне ұнымды 2-ге бөліп қосатын боламын. Бірінші бөлігін електен өткізіп алдым, және венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыз толығымен біріккеннен кейін, ұнның қалған бөлігін електен өткізіп қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде ұнның түйіршіктері қалып қалмау керек. Барлығы біркелкі болғанша араластырамыз. Енді осы сұйық массамыздың үстіне қайнап тұрған судан 350 мл қосамыз. Қайнаған суымызды құйған кезде венчикпен үнемі араластырып тұрамыз. Қайнаған судан ұнның глютені артып, құймақтарымыз жыртылмайтын, созылып тұратын, әрі жұқа болып піседі. Венчикпен барлығын араластырып алғаннан кейін 3 ас қасық өсімдік майын немесе сары майдан 30 грамм қоссаңыздар болады. Мен 30 грамм сары майды ертіп алып қостым. Барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Осымен құймағымыздың сұйық қамыры дайын болды. Осындай сұйық қамыр болуы қажет. Сұйық болмай қалған жағдайда азырақ су қосасыздар. Сіздердің қамырларыңыз қою болса, сәйкесінше құймақтарыңызда қалыңдау болып піседі. Енді табамызды қыздырып аламыз. Әрі қарай видеода көрсетілгендей етіп, табамызға бір ожаудан құйып отырып, 2 шетін қызартып пісіріп аламыз. Егер табаңызда антипригарный покрытиесі болмаса, бірінші құймақты пісірген кезде майласаңыздар болады астын. Тағы да бір айта кететін нәрсе, сковородкаларыңыз қатты қызып тұратын болса, біздегі құймақтарыңыз осындай үлкен-үлкен тесіктермен болады. Құймақтың толмай қалған жерлерін ожаумен толтырып жібереміз. Құймақтарымызды құйғаннан кейін ең бірінші шеттері қызарып бастайды. Сол кезде құймақтарымызды теріс аударып аламыз. Дәл осылай барлық құймақтарымды пісіріп алдым. Менде барлығы 23 құймақ шықты.
Бізде видеода көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұқа жыртылмайтын нәзік әрі дәмді құймақтарымыз шығады. Дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Міндетті түрде пікірлеріңізбен, ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып қалдырып кетсеңіздер, міндетті түрде жауап беретін боламын. Осындай қазақ тіліндегі каналдардың дамуына үлесіңізді қосып, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын.